Дедбул және Росомаха киносының 2009 жылғы судай жаңа Росомаха киносына қысқаша шолу Казкино бастайды. Канада 1845 жыл Джеймс есімді бала ауырып жатады. Оны көруге досы Виктор келеді. Олардың үйіне ішіп алған бағбан келіп, оны тоқтатуға Джеймстің әкесі барады. Қарудың даусы естіледі. Не болды деп Джеймс барғанда кешеді. Әкесі мерт болады. Оны бағбан Томас Логан өлтірген екен. Эмоционалды күйзелісте бастан өткізген бала мутацияға ұшырайды. Одан сүйекті тырнақтар өсіп шығып, Джеймс ашуланып, тырнақтарымен Томасты өлтіреді. Өлер алдында ол Джеймсқа биологиялық әкесі екенін айтады. Джеймс Виктормен бірге үйден қашып кетеді. Екеуі дос емес, бауыр екенін білді және Викторда мутант екен. Келесі 100 жылда бауырлар Американың азаматтық соғысына және дүниежүзілік соғыстарына қатысып, мутанттық күштерін барынша қолданып жеңістерге жетеді. Екеуінің супер қабілеттері, жануарлар инстинкттері мен өткір тырнақтары бар енді. Регенерациясының арқасында жаралары тез жазылып, ажал қасқырында жеңіп, ұзақ өмір сүреді. Вьетнамдағы соғыста адамдық қасиеттен айырылған Виктор ауыл тұрғындарына күш көрсетіп, өз адамдарына шабуылдайды. Джеймс болса ағасын қорғауға тырысады. Кейін оларды өлім жазасына кеседі. Бірақ олар аман қалады. Кейін полковник Уильям Страйкер келіп, арнайы топқа қосылуға шақырады. Екеуі келісіп, ұшақпен миссияға аттанады. Ұшақта неше түрлі мутанттар жиналған. Олар жаулары көзін құртамын дегенше, жауларының көзін құртатын агент Зеро. Танкке қолын тығып, танкты жарып жіберетін Дюк. Үйдің жарығы сөніп қалса, тегін жарық қосып беретін Брэдли. Және қылышын қайрап отқан, бір оқпен екі қоян ататын семсерші Уэйд Уилсон. Уэйд Виктордың жез тырнақтарына маникюр жасамайсың ба деп мазақ етеді. Көп ұзамай Лагос қаласына жетіп, тапсырма бойынша осы ғимаратқа кіру керек. Супер күштерін қолданып ғимаратқа кіреді. Лифтпен келе жатқанда тоқты өшіріп тастайды. Бірақ Брэдли тоқты іске қосады. Ал мафия бастығын бүкіл әскерлері қорғайды. Мәселенің бәрін Уэйд 6 секундта шешіп тастайды. Страйкер одан мына тасты қайдан алғанын сұрайды. Ол тасты шағын ауылдан тапқанын айтады. Сол ауылға барып, олар тастың ғарыштан түскенін, бірақ бағалы тастың қайда екенін айтпайды. Сонда Страйкер Викторға ымдап, Виктор оларды құмырсқадай қарап бастайды. Джеймс бұны тоқтатуды талап етеді, бірақ Виктор оны тыңдайтын ойы жоқ. Осыдан кейін Джеймс топтан кетеді. Келесі 6 жылда ол Канадаға көшіп, әкесінің Логан атын алады. Ағаш өңдеуші болып жұмыс істеп, сүйіктісі Кайламен бірге тұрады. Логанның ізіне түскен Страйкер мен Зеро оны тауып, біреу Уэйд пен Брэдиді өлтірген. Шамасы жасақтың басқа адамдарын іздеп жүргенін айтады. Логан Страйкермен жұмыс істеуден бас тартады. Келесі күні Кайланың көлігін Виктор тоқтатады. Логан жұмыстан қолы босамай, ол ағаштан тырнақ іздерін байқайды. Кайланы іздеуге асығады, бірақ тым кешеді. Орманда Кайланың қанды денесін тапты. Бұның артында Виктор тұр деген қорытындыға келеді. Логан жергілікті бардан Викторды табады. Оны бір ғана сұрақ мазалайды. Неге? Виктор бауырына ренжулі екен. Мутанттар төбелеседі. Виктор оны оп-оңай жеңеді. Соңы Логанның ұзын тырнақтарын сындырады. Ауруханада Логан есін жиып, Страйкерді көргенде ызасы шығып, ол Виктордың аңшылық еткенін білмейтінін, сатқындығы туралы айтып, Логанды сендіреді. Бірақ қазір Логанның Викторға шамасы жоқ. Сонда Страйкер кек алуға жеткілікті күш ететін ғылыми экспериментке қатысуға шақырады. Виктордан кек алу үшін Логан келіседі. Зертханада Страйкер Лагостағы тасты тауыпты. Бұл тас суға батпайтын, отқа жанбайтын және сынбайтын адамантиум металы екен. Бұны Логанның денесіне енгізбекші. Тәжірибе өте қиын болады. Бұған тек Логан шыдай алады. Ол төс белгісіне Росомаха деп жазуды сұрайды. Тәжірибе басталып, ертіндіні енгізгеннен кейін Логан есін жоғалтып, тамыр соғысы тоқтайды. Тәжірибе сәтті аяқталып, Логан аман қалады. Кейін Страйкер Росомаханың жатын өшіруді бұйырады. Бұны естіген Логан қатты ашуланып, судан атып шығып, сол жерден қашып кетеді. Страйкер агент Зероға Росомаханы іздеп тауып, өлтіруді бұйырады. Ерлі зайыпты қарттар үйіне келе жатқанда, біреудің қораға кіріп кеткенін байқайды. Олар одан сақтанып, қарумен келеді. Кейін жақсы адам деп, киімдерімен дәмді асты ұсынады. Çay var, et var, may var, köylü var, koyuna bәрі бар. Үйленесің ба? Жоқ, әлі. Сөйтіп Логан қорада түнейді. Келесі күні Хадсон мырза оған ұлының курткасы мен мотоциклін ұсынады. Осы кезде агент Зеро қораға шабуыл жасап, екі қартты өлтіреді. Ал тікұшақпен болса,
қораны жарып жібереді. Бірақ Логан мотоциклмен қашып үлгерді. Қуғын басталып, әрі қашып, бері қашып, жаңа адамантиум тырнақтарын қолданатын сәт келді. Логан әскери көлікпенен ұшақтың қанаттарынан айырып, апатқа ұшырады. Страйкермен сөйлесіп, аман қалған Зероны артына қарамай жарып жібереді. Осы уақытта ғалымдар Страйкерге Логанды тек адамантиум оғы ғана тоқтата алатынын айтады. Генерал болса, супер қаруын Логан қашып кетіп, бізге қарсы шығып жатыр. Осы жоба үшін миллиондаған қаржы кеткен. Страйкер генералға X жобасы әлі аяқталмағанын айтады. Логан Лас-Вегастағы ескі досы Джонға келді. Одан Виктор туралы сұрайды. Логан кеткелі Виктордың қатыгездігі артып, хайуанға айланды. Джон Викторды қалай жеңесін дегенде адамантиум тырнағын көрсетеді. Зеро бір арал туралы білетін еді. Джон білмейді екен, бірақ Фред Дюк бәрін біледі. Қазір Дюк семіріп, май басып кеткен. Логан Дюктан Виктор және арал жайлы сұрайды. Дюк айтқысы келмей, Логанды ұшырып түсіреді. Джон олар үшін шайқас ұйымдастырады. Дюкпен шайқаспаса, сұрақтарына жауап ала алмайды екен. Логанның соққылары оған жастықты ұрғанмен тең. Дюк оны бірнеше рет жерге қадайды. Логанды басымен ұрғанда, Дюктің басы шайқала бастайды. Сол сәтте Логан Дюкті періп жіберді. Виктор кезекті аңшылығын жасайды. Скотт Саммерс есімді жігітті қуады. Виктор аяғынан шалғанда, көзімен лазер шашады. Виктор оның ДНК-сын алмақшы болғанда, Страйкер келеді. Дюк есін жиып, Логанға бәрін түсіндіреді. Виктор әлі де Страйкерге жұмыс істеп жатқанын, және Виктор ұстаған мутанттар сол аралда екен. Страйкер мутанттарға неше түрлі тәжірибелер жасағанын айтады. Құрып кеткен сол арал қайда? Сол жерден Гамбит қашып құтыла алған. Оны тапсаң, аралға жол көрсетеді. Логан мен Джон жолға шығады. Гамбитті іздеп казиноға келді. Оны азарт ойыннан ешкім жеңе алмаған екен. Нурик братанды да. Гамбит Логанды Страйкерге жұмыс істейді деп, картасымен Логанды ұшырып түсіреді. Сол жерде Виктор Джонды өлтіріп, ДНК-сын алып жатыр. Логан Виктормен реванш өткізеді. Шайқасқа Гамбит араласып, Виктор қашып үлгереді. Шайқас Гамбитпен жалғасып кетті. Оны қолға түсіріп, біздің ортақ жауымыз Страйкер мен Виктор екенін түсіндіреді. Солай Гамбит оны аралға апарады. Страйкер генералға 11-ші қаруын көрсетеді. Бұл Уэйт екен. Мутанттардың ДНК-сы мен супер қабілеттерге ие. Оған Дедбол деп ат береді. Генерал Страйкердің құпияларын айтқанда, Страйкер оны өлтіріп тастайды. Логан аралға жетіп, Страйкермен кездеседі. Логан Кайланың тірі екенін көргенде, өз көзіне сенбей таң қалады. Оның өлімі ұйымдастырылған. Виктор оны өлтірмеген. Солай Логанды Кайланың арқасында бақылаған. Бұл Страйкердің үлкен жоспары. Кайла да гипноз жасай алатын мутант екен. Логан кімге сенерін білмей кетіп қалады. Кайланың мақсаты Бриллиант әпкесін құтқару. Шынымен де, Викторда уәде етілгендей, денесіне адамантиум енгізуді сұрайды. Страйкер екеуінде істеуден бас тартады. Виктор ызаланып, бұл жолы Кайланы шынымен де өлтірмекші болады. Росомаха жетіп келіп, Виктормен 3-ші реваншын өткізіп шайқасады. Логан бұл жолы оны жеңеді, бірақ бауырын өлтіруге батылы жетпей, бір талдырып тастайды. Кайла Логанға бәрін түсіндіреді. Кейін тұтқындағы мутанттарды азат етеді. Кайла әпкесімен тағы бірге. Страйкердің жоспары бұзылып, Дедболды ұйқысынан оятады. Енді шығатын есікті тапқанда, Открываю двери без ключа. деп Дедбол шығады. Логан тырнақтарын шығарса, Уэйт тізесіне дейін ұзын тырнақтарын шығарады. Логан мутанттарға қашуға мүмкіндік беріп, Дедболмен шайқасқа кіріседі. Ода регенерация жылдам екен. Мутанттарды қарулы бандалар тосуда. Скотт оларды қызыл лазермен көздерін құртады. Сол кезде Кайла кете беріңдер депті. Өзі жарақат алған екен. Логан Дедболдан қашып, АЭСке шығып алады. Логан енді осында шайқасамыз деп оны шақырады. Артына телепортталып, Логан жайлап жеңіле бастайды. Мына жақта Страйкер мәз. Дедбол оның басын алуды көздейді. Төбеден Виктор түсіп, Логанды құтқарып қалады. Бұл ештеңені өзгертпейтінін айтады. Солай 2-1 төбелеседі. Соңғы Дедбол лазерін Логанға шашып, өлтіруге кіріседі. Логан бұған төтеп беріп, қызып тұрған тырнағымен Дедболдың басын қағып түсіреді. Мутанттар шығатын жерді тауып, профессор Ксавьер оларды мутанттар мектебіне алып кетеді. Виктор өз жолымен кетіп, Логанды Гамбит құтқарады.
Бәрі біткесін Логан Кайланың жарақат алғанын біліп, оны көтеріп алады. Криса Страйкер арттан шабуылдап, Логанға бірнеше адамантум оғын атады. Кайла соңғы күшімен Страйкерді гипностап, дәкәнсіз жүруді бұйырады. Кайла қаза тапты. Логан есінде ise, ештеңе есінде емес. Ол жадынан айырылды. Бойтұмарына қараса, Логан және Росомаха деген жазуды оқиды. Логан Гамбитті және Кайланы мүлдем танымайды. Солай Логан аралдан Себастьян болады. Титрлардан кейін Страйкер шаршап келеді. Оны әскерилер тоқтатып, генералдың өлім себебін сұрайды. Және қирандылар арасында Дедпул көзін ашады.